Міне қараңыздар, мына жерде міне бізде мынау көлденең біз тоқып шыққанымыз, міне көлденең тұрады. Бұл бізде осы арқылы қазір біз бүйтіп санайтын боламыз. Мына жағында көрдіңіздер ме, уже мынау кішкене бір 2 сантиметрден кейін тұрды. Соны сіздер өздеріңіз анықтағанда қарайсыздар, міне сразу мына жерде көлденең тұрады. Осы жағы бізде осы арқылы санайтын боламыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, міне бізде 15, 15. Ал былайынша санағанда мына жерде бір қатар, мынау екінші қатар, мынау үшінші қатар, мынау төртінші. Сонымен бізде 30 қатар былай санады. Былай біз жылдамырақ болсын деп былай қысқаша санай саламыз, 1, 2 деп 15 болу керек. Енді мына тоқығанымызды былай бұрамыз. Енді қараңыз, біреу, міне біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, міне алтау. Мына жер 6-шы. Мыналарға біз маркер қоямыз бүйтіп. И тура осыған былай келіп, міне тура осының қатарында мына жерге маркер. Бұл біздің сумкамыздың мынау бет жағы болады. Мына жерден енді қараңыздар, біреу, екеу, міне үшеу, и мына жерге маркер қоямыз. Сонда мынадан былай санаған кезде былай міне мына жерге тағы бір маркер қоямыз. Сонда қараңыздар, мына жақта бізде алтау, мына жерде үшеу, міне біреу, екеу, үшеу, и мына жақта бізде алтау, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Алтау болды. Енді біз мынау бізде болды, мынау біздің сумкамыз былай. И қазір клапанын тоқитын боламыз. Клапан дегенде ол не ғой, крышкасы сумканың. Ол үшін біз былай тоқимыз. Жай ғана тура солай былай аламыз да. Бір петля подъема көтереміз. Бір петля подъема. Енді ары қарай міне мынаған тоқимыз, мынаған тоқимыз. Мына бізде кішкене бос болып қалды, мына петлямыз кішкене. Вот. Біз қайтадан көрсетем. Міне мынау біздің соғымыз, и петля подъема, міне. И мынадан алмаймыз, алдыңғыдай міне мынадан аламыз. Мінеке бір столбик без накида. Мынада бос болып қалды. Міне. Мына алмаймыз, мына жерден бір столбик мына жерге без накида тоқимыз. Сосын мына жерге тағы бір столбик без накида. И мына жерде бізде дайындық қой клапанға. И мына жерге біз бір воздушный петля жасаймыз. Біреуін тастаймыз, мына жерге тағы да 2 столбик без накида қосымыз. Бір столбик без накида. Мына жерге екінші столбик без накида. Бір воздушный жасауда біреуін тастаймыз. Мынаны тастаймыз да, мына жерден тоқимыз. Біреу, екеу. Бір воздушный. И дальше мынаны тастаймыз, мына жерге. Воздушный жасауда обязательно тастаймыз астында бір столбикті. Екеу тоқыдық. Енді бір воздушный петля. И мына жерге біреуін тастаймыз, мына жерге біз 2 столбик без накида тоқимыз. Біреу. И жүгімізді обязательно жоғары қарап ұстаймыз, мына қосылған жеріне, алдында айтқандай. И бір воздушный. Мына жерге бір столбик без накида. Тағы да бір столбик без накида. Мына біздің дайындығымыз бітті. Көрдіңіздер ме? Мына жерге қазір пышный столбиктер тоқитын боламыз. Енді біреу, екеу, үшеу, 3 петля подъема көтердік. Енді мына қараңыздар, мына жерде енді накид жасаймыз. Накид дегеніміз жіптің астына бізіміз саламыз, іліп аламыз. И міне біздің дайындығымыз бар ғой, мына жерде дайындығымыз. Міне біреу. Міне бізімізде 3 жіп, қатты бос қылмаймыз. Екеуінен бір жіп шығардық. Енді ары қарай
мына екеуінен бір жіп шығарамыз. Енді тура мына тесікке қазір пышный столбикті қойдым осы мына жерге. Оны обязательно қарап отырамыз мына несін. Жібіміз әдемі болып тұру керек. Былай салдық. Былай. Бұл жерде жіп уже біздің үстінде былай жату керек. Былай нетеймін. Біреуді. Екеу. Үшеу. Үшеу. Төртеу. Подожди. Бесеу. Бесеу. И мынаны аламыз да, мына бесеуінің ішінен бір петля бүйтіп шығару керекпіз. Опс, болды. Бүйтіп істесеңіздер, енді сіздер қайтадан шешіп істеу керек болады, наверное, мені. Так, міне шықты. Енді бекітеміз. Міне осындай. Пышный столбик тоқыдық. Енді ары қарай міне мына жерден тағы да накид жасайсыздар. Уже жіптеріңізді қарамай қойсаңыздар, қарасаңыздар да болады. Мына жерге накид, жібімізде 3 петля, екеуінен шығарамыз, потом тағы да екеуінен шығарамыз. Енді қайтадан накид жасаймыз. Пышный столбик тоқимыз. Мынадан алдық, бесеу. Мынадан қатты бос қылып бүйтіп жібермеңіздер. Мынаның бәрі бос болмау керек. Мындай спокойный. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Бес пышный столбик тоқыдық. Дальше мына жерде бүйтіп ілген кезде біздіңізге былай оралып қалады, и біздіңізді төмен қаратасыз, былай бұрап шығарып аласыз. И мына жерде бекітеміз. Біздімді ауыстырдым, өйткені мынаның басы мына жер кішкентайған екен да. Пышный столбик жасауға ыңғайсыз, темірмен тоққан өте ыңғайлы екен. Міне бізде мынау ең соңғы мына жерге біз тоқып жүрдік қой бағанадан бері. Бұған тоқымаймыз. Бұның алдындағы столбик с одним накидом жасаймыз қазір. Столбик с одним накидом. Үшеу, үшеудің екеуінен біреу, и мына енді мына тесік бірер жаңағы дайындық алдында жасап алған. Сол жерге біз біреу, дұрыс шықпады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Бес, мына көңіл отырмаңыз, ол қазір жиналып кетеді өзі.
мына енді бұны қайтадан біздің басына келеміз. Біз жұмыс құрамыз. Ақырындап қолыңызды ары бері бағып тұрсаңыз өзі шығады. Енді мына жерге біз тағы да бір накид жасап, и міне соңғы неге осылай тоқу керекпіз. Міне қараңыз, мына жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Мына 18, ең басында 18 цепочкадан бастадық қой. Ой, да, 18 цепочкадан бастадық, е? А если сіз 15-тен бастасаңыз, мынада кішкентай ғана 5 нен шығады пышный столбик. 21 столбиктен бастасаңыз, онда біз мынандай тағы бір столбик қосады. Енді үлкендеу болады. Мына средний біздің тоқып жатқанымыз. Енді былай қарай аудардық, е? Аудардық. Енді тағы да міне 1, 2, 3, 4. Енді біз мына жерден аламыз. Накидті. Ой, накид. Міне. И вот. Енді қараңыз, біз мына жерден алмаймыз, а мына жерден аламыз біз. Накид. Пышный столбикті мына жерден аламыз. Пышный столбик көтереміз. Столбик біреу. Екеу, де? Үшеу. Төртеу. Қарап отырсыздар, осымен төртеу. И мынымен. Бесеу. И екеуміз пышный столбигіміз. Енді ары қарай накид. Мына жерден сіздер сонда былай болады. Мына жерден накид аласыздар. Көрдіңіздер ме? Мына жерден бітті. Мына накид, а мына жерге пышный столбикті қойсыз. Сонда міне. Қайтадан мына жерге тоқмаймыз, а вот мына жерге тоқаймыз. Енді қайтадан жібімізді аламыз. Бір. Екі. Әдемі болу үшін бәрін түрдеп отырамыз. Осылай пышный столбик ағай тоқып беріңіздер. Осылай тоқисыздар. Негізі мен төртеу, не бесеу тоқимын. Сіздер төртеу пока тоқи тұрыңыздар. Мына қараңыздар, 1, 2, 3, 4 қатар пышный столбик тоқыдым. Енді мен мынаны кішірейтемін да, мынаны и мынаны тоқпаймын, былай ғана төртеу ғана тоқым. Сөзім болды. Былай тік болып тоқсаңыздар да, и даже былай кішкене мында кішкене үшкірлеу сақтап тоқсаңыз болады. Ол үшін біз мына жерден
Жоқ. Петля көтермейміз. Мына жерде пышный столбик үстіне соның үстіне столбик без накида и накид мына жаққа накид и мына жерге пышный столбик. Пышный столбик осыны көтеміз.
жерден жақын емес, прям ұшынан емес, предпоследний былай. Даже не так, видите, просто самый ұшынан вот так и вот так. Сол кезде мына жақ былай болды, и мына жақ былай болды. И біз жібімізді кесу керекпіз. Тоқу керек. Тоқу керекпіз енді. Мына жерде бізде мына қараңыз. Үшеу, біреу, екеу, үшеу. Негізі міне бір қатар, екі қатар, үш, төрт, бес, алты қатар. Алты қатар, мына жағы сонда бізде ені алты қатардан тұрады. И жаңағы ұзындығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатардан ұзындығы ені 6 қатардан тұратын тік төртбұрыш тоқу керекпіз. Оны біз кеше көрсеткендей 1, 2, 3, 4, 5, 6 и біреу петля подъема 7. Енді біз мынаған тоқымаймыз, мынаған тоқимыз. Мынаған тоқимыз. Соңғысын мына жерге тоқимыз. Мына 6. Бірінші қылып. 6. И бір петля подъема. И қайтадан мына турасына тоқымаймыз мына жерде. Бізде стол бітпесін әкелі. Поворотными рядами, бұрылып кетеміз.
мынадан бүйтіп қарасаңыз болады. Сіздікі ең асты мына былай басталады. Мына жағы емес, қараңыз, сонда мына жерге сәйкес келеді. Мына көлденең тұрған мына жерге, сонда былай қарасаңыз болады. 1, 2, мынау 3, мына жерге келдіңіз, тағы ары қарай сіз өлшеп болмаса мына жерден былай салсаңыз болады. 1